Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Францияға өте танымал киш пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл киш пирогының бірнеше варианты бар. Мен сіздерге өзімнің нұсқамды ұсынғым келіп тұр. Ең алдымен ұнға жарты шай қасық тұзды салып араластырып аламыз. Содан кейін салқын сары майымызды салып крошки дайындаймыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды салып қамырымызды біріктіріп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бірден формаға жайғастырып шығамыз. Формаға жайғастырып болғаннан кейін астыңғы бөлігін вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Содан кейін 15-20 минутқа морозильникке салып аламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындауға кірісеміз. Мен осындай ысталған тауық етін қолдандым. Тауық етін ұсақтап 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тауықтың төс еті мен саңырауқұлақты немесе қызыл балықты пайдалансаңыздар болады. Ендігі кезекте сырды теркадан өткізіп аламыз. Біздің начинкамыз дайын, енді заливкасын дайындауға кірісеміз. 5 жұмыртқаның үстіне дәміне қарай тұз бен қара бұрышты себеміз, және де венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сливкиді құйып, бір келгі масса болғанша тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Морозильниктен тестамызды шығарамыз. Содан кейін бетіне пергаментті қойып, кез келген крупаны салып, 180 градус қызған пеште 15-20 минут тестамызды қызарғанша пісіріп аламыз. Мен тестаны пештен ерте алып қойыппын. Сіздер асықпай 15-20 минут толық қызарғанша пісіріп алыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз толықтай пісіп шығатын болады. Пештен шыққаннан кейін начинкасын салып шығамыз. Тауық етінің жарты бөлігін саламыз. Содан кейін сырымыздың жарты бөлігін саламыз. Содан кейін тағы да тауықтың жарты бөлігін және де сырдың жарты бөлігін салып шығамыз. Үстінен заливкамызды толықтай құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін 180 градус қызған пеште пирогымыз толық қызарып піскенше пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен бірге болған мархабат.